күн достар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы азық-түлік қанша тұрады? Продукты питания сколько стоит? Азық-түлік тағамдарын мынадай категорияларға бөлуге болады. Сүт тағамдары, молочные продукты, ет тағамдары, мясные продукты, ұннан жасалған өнімдер, мучные продукты, дәнді дақылдар, зерновые продукты. Сүт тағамдарына жататын олар мыналар. Молочные продукты – это у нас ірімшік, сыр, қаймақ, сметана, айран, кефир, сүзбе, творог, сары май, сливочное масло, клегей, сливки, молоко, сүт, йогурт. Келесі ет тағамдары. Мясные продукты: шұжық, колбаса, қазы, тауық еті, куриное мясо, фарш, қуырдақ, жаркое, қой еті, баранина, жылқы еті, конина, сиыр еті, говядина. Келесі ұннан жасалған өнімдер. Мучные продукты. Бірінші бауырсақ, бәліш, беляш, бөлке нан, булка, тұшпара, пельмени, қамыр, тесто, қытырлақ, хворост, макарондар, макароны, мәнті, манты. Келесі дәнді дақылдар, зерновые продукты. Күріш, рис, қарақұмық, гречневая крупа, жарма, крупа, дәнді, злаки, бидай ұны, пшеничная мука, ботқа, каша, үрме бұршақ, фасоль, жүгері, кукуруза. Достар, сіздер егерде дүкенге баратын болсаңыздар, төмендегідей фразалар сіздерге күнделікке қажет болады деген ойдамыз. Бірінші, сүт өнімдері қайда сатылады? Где продаются молочные продукты? Екінші, 1 литр сүт неше теңге тұрады? Сколько стоит литр молока? 1 литр сүт 120 теңге тұрады. 1 литр молока стоит 120 теңге. Айранды қайдан сатып алуға болады? Где можно купить кефир? Бұл қай жердің ұны? Это мука откуда? Біз тек отандық өнімдерді сатып аламыз. Мы покупаем только отечественную продукцию. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге түсінікті деген ойдамыз. Сау, саламатта жүздескенше.